Арна эфирінде бизнес-климат бағдарламасы біз бүгін жол сапасы қашан жақсарады деген тақырып талқылаймыз. Жалпы ғылыми инновациялық технологияларда осы жол құрылысына енгізу мәселесі бойынша бізбен Адина Айнаева байланысқа шықты. Сол кісі толығырақ тарқатып айтып береді деп ойлаймын. Жалпы өзіңіз білесіз, Қазақстанда жол құрылысының сапасын жақсарту үшін қандай озық технологиялар қазіргі таңда қолданылып жатыр, Адина? Тұтастай алғанда отандық ғалымдардың белсенділігі қандай? Осы сұраққа жауап беріңізші. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Соңғы кезде бізде отандық ғалымдардың белсенділігі өте жоғары деп бағалауға болады. Себебі соңғы 2 жылдың өзінде отандық ғалымдардың, осы Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты ғалымдарының 8-ден астам әзірлемесі жарық көрді. Қазіргі таңда осы елбасының тапсырмасына сәйкес ғылымды коммерцияландыру мақсатында бизнес өкілдерімен келіссөздер жүргізіп жатыр. Осы әзірлемелерді жолды салуға, жол құрылыс материалдарының сапасын жақсартуға және де жолды күтіп ұстау кезінде пайдалануға бағытталған жұмыстар жүргізілуде. Және осы жылдың ең үлкен жетістігі деп айтсақ болады, қазір бізде SuperPav халықаралық технологиясының пилоттық жобалар салынуда. Халық арасында суперасфальт деп танылып кеткен технология, сіздер оны білетін боласыздар. Қазіргі таңда бізде бірнеше жол телімдері, тесттік жол телімдері анықталды. Сол жол телімдерінде осы суперасфальт халықаралық технологиясы қолданылмақ. Егер ол өзін жақсы көрсеткен жағдайда, біздің ғалымдар осы технологияны алдағы уақытта барлық үлкен ірі жобаларда салуға ұсыныс бермек. Біздің отандық мердігерлер жалпы Қазақстандағы жол құрылысы барысында осы отандық ғалымдар дайындаған әзірлемені қолданып жатыр ма? Қолданса нақты қай жерлерде қолданып жатыр? Айтыңызшы. Мен қазір айтып өткендей, соңғы 2 жылда бізде 8 әзірлеме дайындалды. Айта кететін бір мәселе бар. Бұл ғылыми әзірлемелердің барлығын ғылыми зерттеу институты өзінің қаражатынан әзірлеп жатыр. Және де қазіргі таңда осы әзірлемелерді жолға енгізу мақсатында бизнес өкілдерімен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Және осы жылдан бастап нақты жол телімдерінде осы біздің ғалымдардың әзірлемелері қолданылады деп күтілудеміз. Яғни нақты отандық ғалымдардың ойлап тапқан инновацияларын қазіргі таңда отандық мердігерлер нақты қолданысқа енгізіп жатқан жоқ деп айта берсек бола ма, Адина? Осыған дейін енгізген жоқ деп айтсақ болады, алайда қазір ол қолданылуда. Мысалға, соңғы әзірлемелердің бірі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл көктайғаққа қарсы экологиялық біздің қоспамыз. Нақты мәселе бойынша онда министрлік өкілін әңгімеге тартайық. Өнім бар, нақты жобалар бар. Неге осы әзірлемелер, мысалы, жол құрылысында, отандық жол құрылысында қолданылмайды? Енді қолданылмайды деп міндет айтуға болмайды. Мысалы, SuperPav технологиясы деп жатырмыз ғой. SuperPav технологиясын енді мен әріптесін толықтыра кетейін. Бірінші кезекте бұл салынатын жолдың климаттық ерекшелігіне, жүретін жолдың интенсивтілігіне, жалпы физика-механикалық барлық қасиеттерін ескере отырып жобалайтын нәрсе. Мысалы, жолдың сапасы дегенде негізгі факторлардың бірі жолдардың дұрыс жобаланбауында. Осы жобалау мақсатында дұрыстау үшін SuperPav технологиясын енгізіп жатырмыз. Енді бұл жерде біздің өзіміздің отандық ғалымдарда қазір жаңа инновациялық стандарттарды былтыр біздер жасақтап алдық осы SuperPav технологиясын енгізу бойынша. Осы жерде біздің отандық ғалымдар жұмыс істеп өздерінің ұсыныстарын енгізіп жатыр. Биыл бірнеше республикалық аймақта жолдарға тестілік пилоттық режимде осы ғалымдардың жұмыстарын енгізіп, оларға мониторинг жасап бақылайтын боламыз. Енді әрбір учаскеде кез келген технологияны енгізген кезде оны бірінші бақылап, мониторинг жасап, сараптама жасамай, бірден өндірістік қолданысқа енгізу өте қиын. Енді технология бір орында тұрған жоқ, бүкіл шетелдің де технологиясы кіріп жатыр ғой. Сондықтан біздер осы өткен жылдары жол құрылыс материалдардың бірыңғай базасын құрдық. Яғни о жерге Қазақстанға қандай материал, қандай технология, отандық ғалымдар қандай технология жасады, осылардың барлығын бірыңғай базаның ішіне салып, кез келген мердігер, кез келген жобалаушы алып, соның ішінде жұмыс жасайтындай қылып бағытта жасап жатырмыз. Уақыт тауып сұхбат бергендеріңізге алғыс айтамын. Бәріңіздің жұмысыңызға табыс тілеймін. Ал біз осы тұстан тізгін тарттық. Сау болыңыздар.